Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның тірі ағзалар жүйесіндегі алатын орны. Адамның шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін, нәсілдік ерекшеліктерін, материалдық және рухани қазыналарын зерттейтін кешенді ғылым антропология деп аталады. Антропология сөзі гректің антропос адам, логос ілім деген сөздерінен алынып, адам туралы ғылым деген ұғымды білдіреді. Адамның шығу тегі туралы алғашқы көзқарастар. Аристотель антропология терминін алғаш рет ғылымға енгізді. Карл Линней адамдарды сүтқоректілер класына, приматтар отрядына, саналы адам түріне жатқызды. Табиғат жүйесі атты еңбек жазды. Жан-Батист Ламарк адам тектес маймылдардан шыққан. Адам мен маймыл арасында өтпелі форма болуы мүмкін деген. Чарльз Дарвин адамның дамуындағы әлеуметтік факторлардың рөлі, адамның шығу тегі және жыныстық сұрыпталуы атты еңбегін жазды. Фридрих Энгельс маймылдың адамға айналу барысындағы еңбектің рөлі, адамды адам еткен еңбек деген түсінігін тұжырымдамады. Қазіргі кезде жер бетіндегі адамдардың бәрі де бір ғана түрге, саналы адамдарға Homo sapiensке жатады. Адамның жануарлар дүниесін жүйелеудегі орны. Хордалылар типі. Ұрығының дамуында хорданың жүйке түтігінің жұтқыншақ екі бүйірінде көптеген желбезек саңылауларының болуы. Тип тармағы. Омыртқалылар. Денесінің арқа жағында ұзын бойы орналасқан көптеген омыртқалар тізбегінен тұратын омыртқа жотасының болуы. Сүтқоректілер класы. Терісінде тер, май және сүт бездері мен түктердің болуы. Класс тармағы. Ұрық жолдастылар, яғни қағанақтылар класы. Жатыр мен ұрықты байланыстырып тұратын ұрық жолдасының, яғни планцетта болуы. Ұрығының аналық организмдегі арнайы мүше жатырда дамуы және ұрығының ұрық жолдасы арқылы қоректенуі. Отряд. Маймылдар отряды. Кеуде тұсында бір жұп сүт бездерінің болуы, саусақтарының ұштарында мүйізді тырнақтарының болуы, бас бармағының басқа саусақтарға қарама-қарсы орналасуы, жүктілік мерзімі 9 айға дейін созылуы және тағы да басқа белгілері. Отряд тармағы. Адам тектес маймылдар. Тұлғасының ірі болуы, ұртының жақсы дамуы, шомдан айында сүйелді түзілістің болуы, құлақ қалқанының ұқсастығы, үлкен ми сыңарларының маңдай бөлігінің жақсы дамуы, көптеген ішкі мүшелерінің құрылысының ұқсас болуы. Адамдар тұқымдасы, яғни гоминидтер. Адам тұқымдасы екі аяғымен тік жүріп тіршілік етуі, аяқ қол бұлшық еттерінің жақсы дамуы, табан сүйектерінің күмбезденіп орналасуы, бас бармақтарының өте күшті дамуы, еңбек құралдарын жасауға қолының икемді болуы, қоғамдық еңбек етуіне байланысты санасының жетілуі, сөз арқылы қарым-қатынас жасауы және тағы басқалары. Туысы адамдар, түрі саналы адам. Сонымен қатар адамның шығу тегі туралы көптеген көзқарастар бар. Солардың біріне келетін болсақ, мысалы, ол діни көзқарас, сонымен қатар соңғы кезде адамдар жерге ғарыштан келген деген пікірлер айтылды. Яғни осы саналы адамға тән белгілер, яғни Homo sapiensтерге ұрықтың жатырда дамуы, сөйлеу қабілеті бар, қолдар аяқтарынан қысқа, шығармашылық еңбекке бейім, тік жүреді, омыртқа жотасы S тәрізді. Миының көлемі 1800 см куб.
Зат алмасу жоғарғы сатыда жүреді. Табандары ойыс, дене температурасы тұрақты болады. Адамның жануарлар дүниесінің өкілі екендігін дәлелдейтін рудименттік және атавизмдік белгілер бар. Рудименттік белгілер. Рудименттік деп ата тегінен қалған, бірақ қызмет атқармайтын қалдық белгілерді айтады. Мысалы, соқыр шек, құлақ айналасындағы бұлшық еттер, терідегі түктер, құйымшақ, үшінші қабақ. Яғни ол сіздерге мына суретте көрсетіліп тұр. Бірінші суретте үшінші қабақ деп тұр, адам мен құстың көзінің суреті ұқсастығы. Екіншісінде құлақ қалқаны, яғни 6 айлық ұрықпен ересек адамның және маймылдың, яғни құлақ қалқанының сыртқы құрылысы. Сонымен қатар соқыр шегі бар бүйен адамда және тұяқты жануарларда, яғни соқыр шектің болатын дәлелдеп көрсетіліп тұр. Яғни арғы тектік белгілер. Атавизм деп арғы ата тектің белгілерінің қайталануын айтады. Мысалы, құйрықты нәрестенің туылуы, денені қалың түк басуы, көп емшекті адам. Яғни бұл белгілер, яғни дәлелі негізінен, яғни біздің осы арғы ата тегіміздің, яғни осы приматтар отрядына жататынының, яғни бұл бір дәлелі болып келеді екен. Яғни бұл жаңағы айтып өткен атавизм мен рудимент дегеніміз, ол арғы ата тектен, яғни қайталануы, яғни белгілердің қайталануы болып табылады. Яғни осы біздің бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай отыра, сіздерге сұрақ қоямын. Ол сұраққа өзімді сіздерге көмектесіп отырамын. Мысалы, бірінші, ұрықтың жатырда дамуы. Адам тәрізді маймылдарға ма, әлде адамға жата ма? Яғни бұл екі түрге де жатады екен. Адам тәрізді маймылдарға да, адамдарға да. Сөйлеу қабілеті бар. Адамдарға тән. Қолдары аяқтарына қарағанда әлсіз. Адамдарға тән. Шығармашылық еңбекке бейім. Адамдарға тән. 4 тағандап жүреді. Ол маймылдарға тән. Тұрақты дене температурасы бар. Маймылдарға да, адамдарға да тән. Ойлау қабілеті жетілмеген. Маймылдарға тән. Тік жүреді. Адамдарға тән. Табаны ойыс емес. Маймылдарға тән. Ми көлемі 1800 сантиметр куб. Адамдарға тән. Омыртқа жотасы S тәрізді. Адамдарға тән. Сойдақ тістері азу тістерінен ірі. Адамдарға тән. Қолдары аяқтарынан ұзын. Маймылдарға тән екен. Жақсы, сонымен бұл сіздерге үйге берілген тест сұрақтарына ұқсас сұрақ жауаптарымен бірге. Яғни бұл сіздерде сол тест сұрақтарына жауап берген кезде осы сұрақтар сіздерде қайталанады. Бүгінгі сабаққа назар аударғандарыңызға көптен көп рахмет.